Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай керемет пицца дайындаймыз. Пицца дайындау үшін бізге ұн қажет, су, жылы су, дрожжи, тұз, қант. Мен мұнда қазы, піскен қазы қолдандым. Одан кейін сырымыз бар және қызанағымыз бар. Осыдан керемет пицца дайындаймыз. Ең алдымен жылы суымызға тұзымызды, қантымызды, аштығымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз бен қантымыз еру үшін. Бұл оригинал рецепт, қыздар, тура пиццериядағыдай. Нанымыз жұп-жұмсақ, жегенде сондай ауызда еритін керемет пицца болады. Ендігі кезекте зәйтүн майын құямыз. 50 мг зәйтүн майын құямыз. Мен описанияға астына жазып кетемін. Барлық құрамын. Сіздер соған қарап жасайсыздар. Енді қамырының басын біріктіріп, қамырымызды илей бастаймыз. Үстіне дайын болған нанымыздың зәйтүн майын қосып, кішкене нанымызды осылай басамыз. Қорықпаңыздар, нан үлпілдек, өте жұмсақ болып піседі. Нанымызды, қамырымызды өте қатты қып илемейміз, қыздар. Қатты сұйық қып та илемейміз, жұмсақ қамыр илейміз. Үлпілдек, жұмсақ қамыр болып шығады. Пищевой пленкамызға орап 15-20 минутқа қалдырамыз көтерілгенше. Ал енді ол уақытта біз өзіміздің салмамызды дайындаймыз. Кез келген дүкен сөрелеріндегі ірімшікті, сырды қолдансаңыздар болады. Менде өткенде еттен асылған қалған қазыны осылай турап аламын. Көп қазы керек емес, 6-7 дана болса да жеткілікті. Ендігі кезекте қызанағымызды тураймыз. Шампиньондарымызды қатты жұқа қылмаймыз, қыздар, себебі пиццаға салған кезде ол кішірейіп бүрісіп қалады. Шамамен 0,5 қалыңдықта жетеді. Өте қалың емес, өте жұқада емес қып илейміз. Міне нанымыз көтерілді. Енді нанымызды 4-ке бөліп аламыз. Бұл қамырдан 4 пицца шығады. Нанымызды басып 4-ке бөліп болған соң, үстін қайтадан пищевой пленкамен жауып, 15-20 минутқа қалдырамыз. Мінекей дайын болды нанымыз. Көріп тұрғаныңыздай, жұп-жұмсақ үлпілдек нан болып шықты. Енді оқтаудың көмегімен нанды жайып аламын. Біреулер қалыңырақ нанды ұнатады, біреулер жұқарақ нанды ұнатады. Бұл өте универсальны болғандықтан, сіздер қалыңдау қылып та, жұқарақ қылып та жая аласыздар. Біздікі енді орташа қатты жұқа пиццаны үйдегілер ұнатпайды. Сіздің балаларыңыз жұқа ұнатса, жұқа қылып жая беріңіздер, қорықпай. Мінекей өстіп дөңгелете отырып, пиццамызды нан жайып аламыз және шеттеріне осылай бортике жасаймыз. Себебі салмамыз ағып кетпес үшін. Енді пиццамыздың үстіне осындай томатный соуспен, сметанамен де қаймақ қосылған жағамыз.
Енді духовкамызды қыздырып қоямыз 200 градусқа, және духовканың противнына осылай астына пергамент қағаз төсеп, нанымды қойып, осылай сметана мен томат қосылған қоспамды жайып шығамын бетіне. Енді нанымыздың бетін осылай шанышқының көмегімен тесіп қоямыз, нанымыз піскен уақытта көтеріліп кетпес үшін. Байқағандарыңыздай, мен сырды ең соңында саламын. Соңында болғанда 5-6 минут пісіріп аламыз да, бетіне сырымызды салып, қалған салмаларымызды одан кейін саламыз. Ол не үшін? Себебі менде жай сыр болғандықтан күйіп кетпес үшін осындай жасадым. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Сырларыңыз күймей, әдемі болып піседі, ірімшіктеріңіз. Енді кезек-кезегімен саңырауқұлағымызды, кесілген қазымызды, қызанақтарымызды пиццаның үстіне, сырдың үстіне жайып шығамыз. Қыздар, міне осылай салмамды салып алдым, әдемілеп, уже аппетитный болып жегім келіп тұр. Міне 5 минутқа салып шықтым. Пиццамыз дайын болды. Енді осылай пиццаны арнайы кесетін роллермен кесіп аламын. Құралмен өте дәмді, сочный, андай болады ғой, көп әйелдерде, көп келіншектерде пиццаның қамыры қатты болып қалады. Бұл пицца өте жұмсақ болып шықты. Жасап көріңіздер, достар. Жақындарыңызды, туыстарыңызды қуантып, үй жағдайында осындай пиццериядан да кем емес пицца дайындаңыздар. Менің каналыма жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесіде қандай видео түсіретінмек астына комментарийға жазып өтіңіздер. Сау болыңыздар, достар.